Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бар болғаны 5 минутта жасалатын шай менен мочный кететін өте дамды пирог жасаймыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды салып, бір келкі болғанға дейін екеуін жақсылап араластырып аламыз. Уайымдамаңыз, егер жақсылап араластыратын болсаңыз, жұмыртқа мен қант осындай бір келкі болып шығады. Үстіне сүтімізді құямыз. Және араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, толық қант ерігенше бір келкі болғанға дейін тағы да араластырып жібереміз. Ал енді бөлек ыдысымызға ұн мен разрыхлителді алдын ала сұйық қоспамызға қоспай тұрып араластырып алу қажет. Оның барлығын сұйық қоспаға бірден салуға болмайды. Сол үшін екіге бөліп салыңыз. Сол кезде бізде іртіксіз қоймалжың өте әдемі қамыр пайда болады. Екіге немесе өзіңізге ыңғайлысына қарай үшке бөліп салсаңыз болады. Міне достар, біздің қоймалжың әп-әдемі қамырымыз дайын. Сұйық маймен немесе сары маймен майланған табаға салып аламыз. Және алдын ала қыздырылған пеште 150 градуста 40-45 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің өте дамды әрі жұмсақ шай менен мочный кететін пирогымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қазір сіздерге осы пирогтың бір бөлігін алып көрсетейін. Пирогымыз біздің осындай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын, сіздермен болған Жанар.